Түнгі сағат 10, демек чеснок ішетін уақыт келді. Біле білсеңіздер, чесноктың құрамында біздің ағзамыз үшін маңызды антибиотиктер өте көп. Чеснокты кәдімгі ауырған кезде біз ішетін парацетамол, ампицилин, аналгинмен салыстырғанда, бұның құрамында біздің ішегіміздегі пайдалы бактерияны өлтіретін қасиет жоқ. Яғни парацетамол ішкен кезде ол біздің денеміздегі зиянды бактерияны өлтіреді де, сонымен қатар біздің ішегіміздегі бір қатар пайдалы бактерияларды да жоқ қылады. Нәтижесінде парацетамолды бір рет ішеміз де, артынан 3 ай бойы пробиотик ішеміз. Ал чеснокта ондай қасиет жоқ. Бұл тек қана зиянды бактерияны өлтіріп ішегіміздегі, сонымен қоса біздің иммунитетімізді көтереді. Екіншіден, мен неге чеснокты өте ірі етіп турадым? Егер мен бұны майдалайтын болсам, онда түнгі ұйқы кезінде асқазан қышқылының көмегімен бұл өзінің қышқылдығын жоғалтады. Ал маған бұл максимум өзінің осы ашты қалпын сақтап, тікелей менің ішегіме түскені керек. Яғни сол арқылы менің ішегімде басталып келе жатқан паразитоз болатын болса, соның барлығының алдын алады. Үшіншіден, егер сіздің асқазан қышқылыңыз төмен болатын болса, яғни етті тамақтарды қиын қорытсаңыз, тамақтан кейін газировка іздейтін болсаңыз, немесе тамақтан кейін қатты кекіретін болсаңыз, онда мүмкін асқазан қышқылыңыз төмен болуы мүмкін. Бұндай жағдайда чеснок бізге асқазанымыздың қышқылдық нормасын көтеруге көмектеседі. Сол үшін профилактика үшін аптасына 2 рет немесе 1 рет ұйықтар алдында осындай көлемде чеснокты ішуге мен кеңес беремін.